Сыртқы мұрын. Сыртқы мұрынның негізгі сыртқы бөліктеріне тоқталатын болсақ, радекс түбірі, дорсум арқасы, апекс ұшы, аля қанаты, нарес мұрын тесігі, колумелла мұрынның терілік қалқасы. Келесі қаңқалық бөліктері. Процессус фронталис максилля жоғарғы жақ сүйектің маңдайлық өсіндісі. Ос назали мұрын сүйегі. Картилагинес наси латералис латералды мұрын шеміршегі. Картилаго алярис майер үлкен қанатты шеміршек. Картилаго септинази мұрын қалқа шеміршегі. Үлкен қанатты шеміршектің латералды аяқшасы крус латерали, одан бөлек крус медиали, медиалды аяқшасы. Сонымен қатар картилаго алярис асцисория қосымша қанатты шеміршек. Картилаго алярис минор кіші қанатты шеміршек. Бұлшықеттеріне тоқталатын болсақ, мускулус назалис мұрын бұлшықеті, оның бірнеше бөліктері бар. Парс трансверсі көлденең бөлігі және парс алярис қанатты бөлігі. Келесі бұлшықет мускулус депрессор септинази мұрын қалқа түсіруші бұлшықеті. Парс алярис және мускулус депрессор септинази мұрынды төмен қарай тартады. Ал парс трансверсімен қосылып, үшеуі бірігіп, мұрын тесігін кеңейтуші қызмет атқарады. Келесі бұлшықет мускулус леватор алянази мұрын қанатын көтеруші бұлшықет. Одан бөлек мұрынның түбіріне бекіп орналасқан мускулус процерус, яғни гордицев бұлшықеті. Қандануы. Сыртқы ұйқы артериядан артерия фациалис бет артериясы шығады. Оның негізгі тармақтары артерия ангулярис бұрыштық артерия, артерия назалис латерали мұрынның латералды артериясы, артерия лабиалис супериор жоғарғы ерін артериясы. Одан бөлек ішкі ұйқы артериядан артерия офтальмика көз артериясы, оның тармағы артерия дорзалис нази мұрын арты артериясы қосылып қандандырады. Веналары вена назалис экстерна сыртқы мұрын венасы, вена лабиалис супериор жоғарғы ерін венасы. Бұлар вена пациалиске вет венасы, одан кейін вена югулярис интерна ішкі мойынтырық венасына құяды. Вена ангулярис бұрыштық вена, одан кейін вена офтальмика супериор жоғарғы көз венасы, одан синус кавернозус үңгірді қойнауға құйылады. Иннервациясына тоқталатын болсақ, негізгі нервтер бұл нервус этмоидалис антериор, рамус назалис экстернус, алдыңғы сына тәрізді нервтің сыртқы мұрын тармағы. Одан бөлек нервус инфраорбиталис көз асты нерві, нервус супраорбиталис көз үсті нерві және нервус супратрахеарис үстіңгі үшкіл нерві. Бұлар нервус тригаминус, яғни үшкіл нервтің бірінші және екінші тармақтарынан тараған нервтер. Қызметі жағынан сезімтал. Келесі нерв нервус фациалис бет нерві. Оның рамус зигоматикус бет сүйек тармағы арқылы әрбір бұлшықетке қозғалтқыш қызмет атқаратын нервтер таралады.